Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге оливье салатын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер және лайк басып подписаться етіп кетулеріңізді сұраймын. Бізге оливьеге мына заттар қажет. Ең алдымен бірінші сәбізімізді майдалап төртбұрышты етіп турап аламыз. Картошка, сәбіз, жұмыртқа барлығын алдын ала пісіріп суытып алдым. Картошка, сәбізді пісіріп жатқан кезде суға тұз қосып жіберіңіздер. Салаттың дәмі әдемі болып шығады. Ерекше дәмді болып. Сәбізіміз турап болды, енді ыдысымызға саламыз. Келесі тұздалған қиярымызды тураймыз. Оны да көбіктеп тураймыз. Енді піскен картошкамызды көбіктеп турап аламыз. Картошкамыз турап болды, енді келесі піскен жұмыртқамызды осылай төртбұрышты етіп турап аламыз. Келесі колбасаны да майдалап төртбұрышты етіп тураймыз. Бұршағымызды салып алдық, горохты. Үстіне майонезді салып, енді жақсылап араластырып аламыз. Тұз салудың қажеті жоқ. Майонездің, қиярдың тұзы бар. Және картошка, сәбізді пісіріп жатқанда да тұз салынған. Сондықтан тұз салудың қажеті жоқ. Міне осындай керемет салат шықты, дәмді. Видеоның соңына дейін көріп жатқан болсаңыздар, сіздерге мыңда бір рахмет. Сіздерден қолдау күтемін.